Бүгін Көкшетауда қоғамда үлкен резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша сот үкім кесті. Бұл кадрларда жүргізушінің адамды қағып кеткен сәті көрінеді, кейін белгілі болғандай, көлікті әйел адам басқарған. Қайғылы оқиға 9 мамыр күні болған. Көлік тізгінінде жүргізуші куәлігі жоқ, мектеп мұғалімі отырған. Сот барысында айыпталушы сол күні жұбайының денсаулығы сыр бергендіктен рөлге отырғанын айтты. Ал көлік иесіне қатысты қылмыстық іс бөлек өндіріске шығарылған. Жол апаты салдарынан жалғыз басты ана қаза тапты, оның кәмелетке толмаған ұлы қалды. Сот әйелдің кінәсі толық дәлелденген мәлімдеді. Үкім шығару кезінде сотталушының кәмелетке толмаған балаларының болуы, жәбірленуші тараптың кешірім беруі және келтірілген шығынның өтелуі ескерілді. Үкімнің орындалуы кейінге шегерілді. Сот Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігінде балама жаза қарастырылмағанын ескерді. Айыпталушы жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарған, жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып адам өліміне әкелді. Сот үкімімен оған 2 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 74 бабы 1 бөлігіне сәйкес әйелдің 2 кішкентай баласы болғандықтан жазаны өтеу мерзімі 3 жылға кейінге шегерілді.